Зейнеткер серуенге шықты. Есік алдына жақын саябақта жасыл бояуы она бастаған шырша мен биік өскен сәмбі тал, көнбіс қарағашпен тіп-тік боп көк түреген ақ қайын көзге сұлу көрініп, көңіл шіркінді өзіне баурайды. Бірақ уақыт сыныпқа дауа жоқ. Бәрінің мезгілі жетіп, қиғаш жапырақтар қара жерге қалықтап түсіп жатыр. Сап-сары дүниенің табанымен тұншықтырып, басқын да келмейді, бірақ бұрылып кетер жол жоқ. Даланың дәл кіндігіндегі саябақта ерекше тазалық болу керек деген нұсқаумен аула сыпырушылардың да қолы бір тынбайды. Сыпырып болмай жатып, сары жапырақ ағаш басын аластап тағы да сауылдап жерге түседі. Анандай жерде тазалық денсаулық кепілі деген 4-1 тақтайша тұр. Әбден көнеріп, ескінің сарқытындай көзге әрең көрінеді. Қара ағаштың қатпар діңгегінде 4 аяғы тырмысып тиін шошандап жүр. Тірі жан ғой, ол да жүрсін. Бара жеріне барсын деп аянышпен көз алмай қарап қалды. Тірі тіршілігін істесін деп өзін-өзі құптап қойды. Қанша уақыт да бір сыпырарсыңдар деп сұрағанда үсті басы кірге шуланған қазақ жігіті. 2 сағат сайын. Бұл қаладағы ең элитный район. Бұл маңға әкімдер көп келеді. 25 этаж гостиницадан шетелдіктер шығып серуендейді. Дәл түбінде республика сарайы, ана жерде Абай тұр, деп ұлы ақынның тас мүсінін иегімен нұсқады. Қаладағы көзге тартар ең көрікті жер болғансын ба, бұлар нұсқаудан мүлт кетпей, қара жерге қылау жұқтырмауға шындап кіріскен сияқты. Сөзін тыңдап түйілген қабақтарына қарасан, адамзаттың білгенін, істеп білмегенін сұрамайтын, бұра тартар қылығына қарны ашатындықтарын да байқатып қалады. Бұған анау ағаш түбіне шаптырып келе жатқан біреудің сұлбасы куә. Қолдан жасалған көлшіктің ортасында су бұрқақ аққылап тұр. Су бетінде қалықтап жүзген бірен-саран жапырақты тағы бір жігіт аяғына резеңке етік киіп ап, суды кешіп жүріп, шабақ сүзгендей қалқып алып сыртқа шығарып жатыр. Әне бір жерде гранит тастан жасалған шахмат тасы. Кеше алабажақ тақтаның үстіне сары сұрт қара соққандарды көріп еді. Бүкіл король мен офицердің орнына тығыны жоқ қос бүділге қон жиыпты. Қаз қатар тізілген пешкалардың орны нанның қиқымы мен сарымсақтың қалдығы. Бергі жақтағы тас орындықта мүжіліп, орнынан қозғалып кетіпті. Саябақта орындық көп, бірақ бәріне қарттардан гөрі жастар еркін жайғасқан. Мына бір қыз қос тізесін бүгіп отырса, өмір жігіт жұмыр тізеге басын қойып, әкесінің үйіне келгендей шайнеп жатыр. Қыз сүйіктісінің маңдайынан иіскеп шашын тарқатып, екеуі де ел жұртының бөлініп, басқа бір кеңістіктің қызығына бөккен. Әне бір кәмелетке толғандағы бір қыз екі өкшесін орындыққа қойып ап, барынша талтайып, қалта телефонның қызығына көмілген. Қарсы алдымда адам келе жатыр-ау, еркек келе жатыр-ау деп именбейді. Қарлығаш лыпысын көрсетіп, саябақты көрікке бөлегенін бірі сол. Зейнеткер Ахмет есімді кісінің күнде көретіні осы бір рет темекі тұтқылын қайта-қайта жүргіншін жолына тастаған бала. Жігітке ескерту жасап еді. Сенің жұмысын болмасын деді, жай бір хат қана. Бұл жерді күзететін қоғамдық тәртіп сақшылары да жоқ. Тек бір күндері қызыл жаға дегені қаптап кетеді. Тіпті соғыстағыдай бөлімше боп саппен жүреді. Сөйтсе республика сарайына әкім кеп іс-шара өткізеді екен.
көз көрген оқыс әрекеттерді айтып еді. Бұл біздің құзырымызға кірмейді. Біз жиналыс кезінде ын-шын болмауын қадағалаймыз деп нақты жауабын берді. Зейнеткер кісінің көңілі бүгін күз күніндей салқын, сары жапырақтар сауылдап түсіп жатыр. Жасында біткені міне. Жан дүниесін бір ауыртпалық басқан Ахмет тас басқышты аттап жоғары көтерілді. Айнадай жарқыраған мармұр еден жылан жалағандай тап-таза, тіпті табан тиегізгін келмейді. Зәулім сарайдың дәл алдында соңғы үлгіде тізілген су бұрқақтар ышқынып, аспанға су шашып тұр. Бірақ оны қоршаған қоғамдық тәртіп сақшылары жаз қызығын соңғы рет көріп қалғысы кеп ұмтылған кішкентайларды алға жібермей әлек. Тік таратылған су бұрқақтың арасымен денеге су тигізбей сидандап өте шығу олар үшін бір арман. Бұны неге қоршап тұрсыңдар, деді бүлдіршіндерге болысып. Әкім кеткенше суға жақындауға болмайды. Балалар соңғы рет жаз қызығын көруге келді ғой, деп көздері дәметіп тұрған тәтпіш танауларға қарап еді. Нұсқау солай, деп шорт кесті қызыл жағалаулардың дөкейі иығын қиқан еткізіп. Өзімен бірге майор Жұлдызы да шалға түйіле қарады. Сөз айтып ешкімді жеңе алмасын біліп, тағы да биікке қарай өрледі. Терең құраммен жүріп таудан басын алған өзен суымен сырласып қасынан кеткен баласы мен кемпірінің өлі бейнесімен су арқылы тілдесіп, көңілін сумен жуғысы кеп алға аттады. 80-інде оңай емес. Кірбіні бар адамның қимылы да баяу, жүрек тық-тық соққасын оған неқ дерсін. Таңертең ерте тұрып, өзен жағалайды. Тауға сарқырап аққан өзен кілт еткен толқынын санап 80-ге жеткізеді. 80-нен кейін басын бұрып ап алаулап шығып келе жатқан күнге қарайды. Күнді көргеніме расымын, жаным, жалғыз балам мен кемпірімнен артық емес. Таңға таза ауада сылық-сылық күлген су адамзатты мазақтайтын секілді. Өмірде көргені мен түйгені қылқынып галстук тағып кеңседе отырғанда жұртқа жасаған жақсылығы мен қиянаты сумен сытылып кетіп, басы мен аяғы бар бір селкет адам жүріп келе жатқандай. Қинайтыным аз, жақсылығым көп деп өзін өзі жұбата бастады. Мен ондай адам емеспін деп өзіне өзі көпшік қойды. Шалт бұрылып келген ізімен аяндап абай ескерткішінің алдына келді. Алып қаланың айбары осы ғой. Қарашы, жарықтық шапаны сол иығынан сыпырылып түсіп барады. Сол қолында кітап, сол өкшесі сәл көтеріліп тұр. Жер басып жүру оңай ма? Әсіресе абайдай қиял адамына өнері ашық алға ұмсынып тұр. Тас мүсін болса да тірі адам сияқты томсарып тұрып қап ілгері аттады. Өзі 175-ге толады дейді. Кеше естігенін бүгін еске түсіріп қалтасына салып жүрер. Алақандай томпақ радиосын сыртынан бір сипап қойды. Алдына барып тәу етіп туған өлген жылын өз көзімен тағы бір оқиыншы деп адымын алшақ алды. Әне қара ескерткіштің тас тұрғында екі дене бір қадам боп, біреу ұйықтап жатыр. Қайта мынау бір өзі екен. Әнеукүні қас қатар тізілген үшеу дәл әкесінің үйінде тәтті қорылға басып көсіліп жатыр еді. Ұйқыларын бұзбайын деп кері бұрылып кеткен. Осы тас тұғырда түс ауа кішкентайлар каталка сырғымаларымен зырғып кеп сальто жасап жарысып жүргенін көресің. Кішкентай белсебет мінгендер де қардың тақымынан түрткендей ытқып кеп
кемпірқосақтай иіліп екі бүркеліп түседі. Қасында кемпірі жоқ шал қарап тұра алмай аузы жыбырлайды. «Ей!» деді белсебеттің тізгінін шап беріп ұстап ап. «Мынау кім?» «Ескерткіш» деді 12-13-тердегі бала орысша жауап беріп. «Кімдікі?» «Космонавтікі. Наверное, Гагарин». «Бұл Абай, қазақтың ұлы ақыны. Олар көп қой». Бала ғар емес. «Басқа жер табылмады ма ойнайтын? Қалада сальто жасайтын орын жоқ. Ең қолайлы жер осы. Әке-шешен бар ма?» «Бар». «Менімен қалай сөйлескеніңді әке-шешен айтып бар». «Ладно» деп бала келесі жаттығуға кірісті. Зейнеткер таудан аққан тынық сумен көргені мен түйгені тезірек жуып тастап, санасын серпекке терең құр соқпақ жолға қарай асығып шалт адымдады. Ескерткіштің сізден келер тұғырының жан-жағына ұшып түскен ұсақ тастардың үгіндісі жиналып қалыпты. Абай бабаның сол жақ бүйірін ала арақ қақпашығын жасынып, қос қолын екі ботының арасына тығып ап, біреу тәтті ұйқы құшағына бөгуде. Үсті басы кіршен, сірә қалада тұрағы жоқ, қаңғыбас секілді. Сығалап келген күз күннің сыйы сияпатына әбден бойсынған сынайы бар. Бүрсе де өзін-өзі бір нәрсемен жылытып, жанын жұбатып жатыр. Кір-кір қара шашына қолын тигізді. Ол көзін ашып басын изегенде сақал мұрты өсіңкі өн жүзінен, бомыждың келбетінен басқа ештеңе білмейді. Мұсылман баласы екендігін қонаққа мұны мен қысыңқы көзі айтып тұр. «Бұл не жатыс?» деді шал жәмен ғана. «Өмір ғой» деді таңғы таза ауада тұнық естілген дауыс. «Мына сөзден жене алмассың. Абайдың тұғырын үй қылғандарға сабақ болсын». Қалта телефонын алып 102-ні терді. Қоғамдық тәртіпті сақтау бөлімшесінен аға лейтенант отын жиып тыңдап тұр. Дәл республика сарайы алдындағы Абай ескерткішінің тұғырында бір ұйықтап жатыр. «Хан бар ма?» «Кроп есть?» деді орысшалап. «Бұл қарап тұрм. Анау тас тұғырды үй қылған, мұнсыз бүріскен, үстіне бүрісіп бәріне көндім дегендей бір уыс боп бөктеліп жатыр. Келгенсін көресіз. Қан бар ма жоқ па? Мен қазақша айтып тұрмын ғой. Егер қан шықпаса қылмысқа жатпайды. Келгенсін көресіз. Мен де қазақша айтып тұрмын» деп шал сабыр сақтады. Бас аяғы 15-20 минутте лейтенант пен қатардағы полицей жетіп келді. «Сізбе шақырған?» деді ескерткіш қасында арлы-берлі жүрген шалды тап басып. «Мен? Не болды?» «Анау ұйықтап жатқан адамды көріп тұрсыз ба?» Ол әлгінің қасына кеп қушиған иығын әлі бері қозғалды да. «Қан жоқ, құрамында қылмыс жоқ» деді тақпақ айтқан баладай тақ-тақ етіп. Кетуге ыңғайлана бергенде шалдың шыдамы таусылып сыздауға жарылды. «Сонда мынау ұйқыға бөгіп қала бере ме?» «Енді қалмағанда. Оның қайда жатқанын біліп тұрсын ба?» «Это не имеет значения. Мен әкіммен хабарласайын» деп қалта телефонына ол сала бергенде төс қалтасынан қалмам қағаз шығарып, «Сіз мекен жайыңызды айтыңызшы» деді. «Телефоныңыз осы ғой». Қарауылдағы бағыныштыға ек қағып еді. Анау ұйқыға бүккен бөгденін жеңнен жылқиып тартып, «Жүр кеттік» деді бүйір құраймен. Шал тағы да көргені су сылдырымен жуып тастамаққа асығып өзен соқпаққа бет алды. Әлгіні иығынан тартып жұлқып сары машинеге салып жатыр. «Айыпкер Мықтыбаев Жылқыбек, сіз неге ескерткіштің түбіне түнедіңіз?» деді сот төрағасы кірқожалақ жігітке жирене қарап.
Жігіт орнынан тұрды, бетін бұрғанда байқады. Сол ат жақты қысық көзді қонақ мұрын қазақ. Бір аптада өзгерген ештеңе жоқ. Кішен қою қара шашы ипалақтанып, қырылмаған сақалы үрпиіп, айналасына еркін көз салып тұр. Бойында бір батылдық бар, ешкімнен шығар емес. Соттан да, жасауылдан да жасқанатын түрі жоқ. Бұл үшін бәрі үйреншікті дағды сияқты. Мен абайды сүйем, көп оқыдым. Ауған жерінде соғысып жүргенде Қарашада өмір сүрді. Ішімнен айтып жүретінмін. Кілең мұсылман бас қосқан бос уақытта көзімнің қарасын домбырамен айтатынмын, деп қолын қалтасынан шығарып домбыра тартқан боп, ербендеп екіленіп кеткенде қос молақ қол шолтан-шолтан ете қалды. Сосын өмір ғой, деді күбірлеп. Жақын тұрған жасауыл қозғалақтап кетті. Сот төрағасы қою қастары дірілдеп, даусы күмілжіп шықты. Бұның іске қатысы жоқ. Сіз именно сол күні тап сол момент неге Абай ескерткішінің түбіне ұйықтадыңыз, дедім қазақша шөлдірлеп. Абайды сүйем, дедім ғой, оның үстіне 175 жылдығы келе жатыр. Өмір ғой. Куәгер ретінде қатысушы зейнеткер орнынан атып тұрды. Айыпкердің салбырап тұрған молақ қолдары қайтадан қалтасына сүңгіді. Сот төрағасы, мырза, осы істі қысқартыңызшы. Менің де жалғыз балам ауғанда мерт болды. Кемпірім болса жоқ, жалғыз тұрам. Осыны қолыма алайын. 2,5 болайық. Құдай ақы қысқартыңызшы дегенде айыпкер жігіт тағы да өмір ғой деп күбір ете қалды.